Кешкісін ауызашарға ет астым. Біздің өңірде етті осылай дайындайды. Сіздер жақта қалай дайындайды? Өздеріңіздің дайындалу жолдарыңызбен осы видеоның астына бөлісе отырыңыздар. Еттің нанын мен сорпамен осылай бір жұмыртқаға илеймін. Осы еттің нанын дұрыс шықпайды деп жататын қыздар, ең бастысы еттің нанын жақсылап ең қандырып басасыздар, одан кейін 30 минут демалуға қалдырасыздар. Сонда прям идеальный болып жайылады қамырлар. Ешқандай да Қазақстанның картасы да болмайды. Өте әдемі жайылады. Міне көріп тұрғандарыңыздай сап-сары болып, тозылып, ешқандай жыртылып кетпей, күшті болып шығады. Піскен еттерімізді алып аламыз да, үстінен тұздыққа сорпа құйып алып, тұздық дайындап қоямыз. Одан кейін мен картоп қосамын. Маған картоппен өте қатты ұнайды. Кейбір өңірлерде сәбіз де барлығын қосып жатады. Енді ол әр елдің салты басқа, еттері қарағасқа демекші. Әр үйдің өзінің дайындалу жолы бар. Осы ет тағамын. Содан кейін айтпақшы, кейбір өңірлерде осы етті бешбармақ деп те атап жатады. Сол сіздерге қалай, сол оймен келісесіздер ме? Өзім ес білгелі, әйтеуір ет тамақ, ет астық деп жатады аналарымыз. Аптасына бір рет ет жемесе ет тамақты сағынатын қазақпыз ғой. Рамазанда тілеген дұға тілектеріміз қабыл болсын. Дастарханымыздан ақ адал асымыз, етіміз ешқашан үзілмесін.